Түркістан облысына инвестиция тарту өндіріс орындарын ашу бағытында жүйелі жұмыс жалғасуда. Түркістан облысының әкімі Нұралхан Көшеров шетелдік инвесторларды кезекті рет қабылдап әріптестік орнату бойынша келіссөз жүргізді. Өңір басшысы облыста инвесторларға қолайлы жағдай жасалғанын атап өтті. Кездесуде қос тарап әріптестікті нығайтып, жаңа жобаларды жүзеге асыру мәселесін талқылады. Келіссөздер сәтті өткен жағдайда жаңа жобаларды жүзеге асыруға келісті. Айта кетейік, Түркістан облысының инвестициялық климатын жақсарту, өңірге отандық және шетелдік капиталды тарту мақсатында жүйелі жұмыстар атқарылуда. Биыл облысқа негізгі капиталға салынған инвестициялар көрсеткішін 1 триллион 427 1 миллиард теңгеге жеткізу міндеті жүктелген. 9 айдың қорытындысымен облыстың капиталына тартылған инвестициялар көлемі 1 триллион 12,2 миллиард теңгені құрады. Немесе өткен жылдың тиісті кезеңмен салыстырғанда 115,9% жоғары. Бұдан бөлек 2025 жылға 475 миллион ақш доллары көлемінде тікелей шетелдік инвестициялар тарту индикатор бекітілген. Екінші тоқсанның қорытындысымен тікелей шетелдік инвестициялар көлемі 543,5 миллион ақш долларын құрап, жылдық жоспар артығымен орындалды. Назгүл Батырхан, Нұрлан Алтынбеков, әділет ақпарат.